Бұл спорт ерсін ерікпен. Бұл спорт сіздермен бірге. Ерспорт YouTube арнасының серіктесі Фон Тим. Фон Тимнің әлеуметтік желідегі парақшаларына тіркеліңіздер, коммент жазыңыздар, лайк басыңыздар. Ассалаумағалейкум достар, мінекей Қайрат Астана арасындағы Эл Классикосына келдік. Қазір енді матч алдында жанкерлер стадионға ылық толы, атмосфера өте тамаша. Бүгін енді чемпион болған болатын команданы анықтаймыз. Кім жеңіске жетеді, сол команда ел чемпионы атанады. Ендеше Қайраттан да, Астанадан да тартысқа толы, ерекше голға толы ойын күтеміз. Бұл кездесуде голға толы, эмоцияға толы ойын болады деген сенімдеміз. Ендеше Қайрат өз алаңында кешегі пафоспен болған ойыннан кейін қандай жағдайда екен қазір көреміз. Ал Астана чемпион болуға қаншалықты дайын екен. Қараңыздар, міне мына стадионның жанындағы ғимараттың үстінен де матчты көруге жігіттер жиналған екен. Мына жақтарда да бір терезелерде бар шығар еді. Мен бүгін Ербол Қайыровтың қасында отырмын. Ереке, бұл кездесуде сіз не күтесіз? Кім чемпионға лайықты? Осы матчтың алдында қаншама пікірлер айтылды. Көбісі Астана жеңеді, ұтады дейді, себебі шабуылдары мықты. Ақтөбеге қарсы матчта 5 гол соқты. Қазір бәрі бабында Гребши, Ченеду, Камара, Томасов сияқты. Бірақ та Қайрат осы маусымда жақсы өнер көрсетіп жатыр. Дегенмен сәл шаршады. Сондықтан да көбісі Астананы фаворит деп айтады. Бірақ та Қайраттың да артықшылықтар бар. Сондықтан да тең нәтиже күтеміз деген. Достар, соңында кімнің мұрты әдемі, соны комментарий жазыңыздар. Алғашқы минуттардан шығатын құрам белгілі. Қазір алаңға барлық ойыншылар шықты. Жарақатына байланысты қатыса алмайды ешкім жоқ. Бәрі алаңда, тек өткенде Эдмилсон Еврокубокке қатыспады ғой. Пафосқа қарсы, бірақ бүгінгі ойында ол қосалық құрамда бар екен. Сондықтан да алаңға шығып қалатын шығар. Бірақ Томасов, Ченеду және Усман Камара, Сәтбаев, Жоржиньо, енді команданың көшбасшыларының бәрі алаңда. Қазір Бек Сұлтан кеулім қозы отыр. Бек 10 минут өтіп кетті, 13 минут отыр. Матчтың басы қалай сен? Матчтың басы Қайраттың басымдығымен өтіп жатыр. Біз күткендей Астана әлі қарсысын жарғалға шыққан жоқ негізі. Анарбеков жұмыссыз тұр, тек Қайраттың шабуылы, бірақ түсініксіз. Сол баяғы новичтер, басқа нұсқа жоқ болғаннан кейін нович содан басқа амал таппай жатқан сияқты. Бірақ Қайрат бірінші тайм бойы басым болады, ал ол соқпаса Астана гол соғып кеткен жайына екінші таймда ол өзгереді, өйткені бәрібір де психологиялық тұрғыда екінші таймда Астана қосады. Қайратқа тең нәтиже жетіп тұрғаннан кейін Қайрат ұстап қалады, уақыт созу басталады дегендей. Енді мына жерде қарашы, Астананың қорғанысында Аманович жүр, Марочкин жоқ. Сосын сол жақта Шамко жүр, Вараговский жоқ. Ол қалай әсер етеді бүгінгі ойынға? Енді олардың жалпы екінші таймда да шығып адамдар керек қой негізі. Бірінші Шамко болады, Шамко енді соңғы матчтарға қатысып жатқаннан кейін шығып жатыр. Мүмкін Вараговский әлі бабында емес шығар, үш ойын қатарынан ойнамай, қазір шарасызса қиын болады, соны ескерген шығар мүмкін. Бауыржан Исламхан бар айтпақшы заявкада, ол туралы не ойлайсыз? Исламхан әлі шыққан жоқ, енді 89 минутта шықса деген тілек енді. Егер Астана жеңіп жатса, 2-0 жеңіп жатса ше, көргім келеді ол жігітті. Прогнозың қалай отыр сенің? Қайрат қой. Қайрат чемпион. Болды, көрейік. Астана гол соқты, Астана гол соқты. Марин Томасов. Не дейсің? Тартысқа толы ойын өтіп жатыр. Қазір 20 минут, есеп 1-0. Марин Томасов гол соқты. Енді бүкіл матч бойы Қайрат шабуылдаған. Астана бір шабуыл, бір гол, қарымта шабуылда өте тамаша гол соғып кетті. Бұл жерде футболшылардың жеке шеберлігі де көп болады. Томасовтың шеберлігі өте мықты. Ыңғайына сол аяққа келтіріп алды да қарсы еткізді. Қайраттың қорғанысы ештеңе істей алған жоқ. Әлі де Қайрат қысып жатыр, әлі де Қайрат шабуылдап жатыр. Жоржиньода мүмкіндік болды, Громыкода мүмкіндік болды.
оң қапталда Мыринский жақсы ойнап жатыр, бірақ нәтиже жоқ әзірге. Қазір енді бірінші таймда алаң иелері есеп теңестіре алмаса, онда шынымен Астана әрі қарай ойында үстемдік құруы мүмкін. Өз алаңында чемпионлықтан айырылып қалу өте қиын. Сондықтан да бүгін енді бүкіл денсаулығын, бүкіл білгенін осы стадионда салып кету керек деп ойлаймын Қайратқа. Ойыншыларға ескертіп айтып жатыр, бұл ел классикасы қашанда сары қағазға толы, есте қалатындай ойын болады, голға толы, тартысқа толы. Қазір енді мына бұрыштаманы көрейік, қалай аяқталар екен. Нүктеде сол Валерий Громыко пас асырылды, бірақ соққы жоқ бұл жерде. Соққы жоқ. Осыған дейін де біраз бұрыштама добын көтеріп жатыр, нәтиже біз әзірге көре алмай отырмыз. Болмады, екінші гол болмады. Темірлан Аларбек. Дамир Қасаболат алаңға шығайын деп отыр. Матчтың 40-шы минутында Офри Аратты ауыстырды. Қайрат ойыншыларына оңай емес, өйткені Еврокубокта қатар ойнап жатыр. Сондықтан да маусым соңында жігіттердің жарақаты сыр беріп жатыр. Енді ортада Қасаболат ойнайды. Әзірге есеп 1-0 Астана алда. 5 минут қалды бірінші тайм аяқталуына. Валерий Громыко жанкүйерлердің сенімін ақтай алмай жатыр. Әлімжан Асқар, мынау бірінші тайм бітті ойында. Ойын қалай болып жатыр? Қайраттың анық басымдығын сезініп тұрғанбыз. Шабуылда алғашқы 15 минут Қайрат қысты. Алматылықтар есеп ашамады едік жоқ. Марин Томасовтың жеке шеберлігі шешуші рөл атқарып кетті. Анарбеков құтқара алмады. Томасовтың голы керемет болды. Одан кейін бірақ Темірланның 1-2 сейвін көрдік. Содан бір ғана соққымен Астана командасы алға шығып кете алатын класы мықты клуб екенін, команда екенін дәлелдеді. Анау кімді Сәтбаевты Башич ойнатпай жатыр. Не жетпей жатыр Қайратқа? Эдмилсон керек па? Кім керек? Не керек? Эдмилсон бар, Рикардиньо бар. Негізі құрам турасы Бағысқа қарсы қандай бұл турасы болып тұр. Бірақ кішкене өзгерістер керек. Сол шабуылды күшейтетін уақыт деп білеміз. Екінші таймның басында бір өзгеріс болады деп отырмын қазір. Бірақ шамасы Мринский ма, Тапалов па, сонау сұрап тұр. Жақсы сәттілік онда. Сонымен екінші тайм басталып кетті. Қайрат Астана қосалық құрамнан Эдмилсон кіріп отыр ойынға. Ол Еркін Тапаловты ауыстырды. Еркін Тапалов өткен матчта да бірінші таймнан кейін алаңда орын босатқан. Міне осы жолда тура солай. Екі ойыншы ауыстырды. Бірінші таймның соңына қарай Қасаболат кірген, енді Эдмилсон кіріп отыр. Эдмилсоннан гол күтеді, енді Қайрат көрейік қазір. Есеп теңестіре ала ма екен бұл жігіт. Ал дәл қазір Астана командасы стандарт орындайды. Астанада ешқандай өзгеріс жоқ. Бәрі сол алаңда. Бүкіл ойыншылар, бірінші таймда футболшылар. Қазір енді стандарт Астананың мүмкіндігі бар. Есепте ізделейтін. Астана командасы бұрыштама добын орындайын деп тұр қазір. Марин Томасов. Жоқ, Калайца баспен жете алмады. Дастан Сәтбаев міне ойын шықпай жатыр. Дастанның қыр соңынан қалмайтына Башич міне көрдіңіздер ғой. Ортада Жоржиньо ашылды. Эдмилсон. Әрі қарай Валерий Громыко. Өткіз жіберді Жоржиньо, бірақ кімге өткізгені беймәлім. Беймәлім Қасаболат. Жоржиньо тағы да пастан қателік. Жоржиньоның сәл шаршауы біліне бастағандай міне. Маусым соңы бұл жігіт үшін қиынға соғуда. Гол соға алмай жатыр. Пас бере алмай жатыр. Ақсаңдап кетіп барады міне. Қайрат!
Шампионың орнына бұл матчта қазір Вараговский кірді ойынға. Қайрат шабуылдап жатыр! Бірақ гол емес. Гол емес, Жоржиньо тағы тепкен болмады. Жол болмай жатыр Жоржиньоның. Қайрат қысып жатыр, 1-1 есеп. Вараговский не өзгерте алар екен, көрейік. Бұрыштама кезекті. Громыко көтереді бұрыштама доба. Чинеду бірінші допқа. Тағы да бір бұрыштама. Зария кіруге дайын. Зария кіруге дайын. Матчтың 63-ші минутында Зария кірейін деп тұр қазір. Зария шықпай тұрып, Қайрат. Екінші жол соған екен, көрейік қазір. Әуле тасырылған доп. Чондрич қағып алды. Матчтың қазір 85-ші минут өтіп жатыр. Есеп 1-1. Сірә чемпион Қайрат болатын сияқты. Соңғы минуттарда қазір Астанадан көп шабуыл біз байқай алмай отырмыз. Менің артымда Али Алиев те ойынды тамашалап отыр. Қазақстан құрамасының бапкерінің көмекшісі. Енді бұндай матчты көру керек қой енді. 86-ші минут, есеп 1-1. Астана допты Қайратқа берер емес, өздері шабуылдап көреді. Бірақ доп талан сыртына шығарып алды. Бір-біріне дұрыс пас бере алмай жатыр. Чемпиондықты айту қиын. Мына жерде міне Алматылық Қайрат деп тұрда. Чемпион деген сөзді әлі көтермей тұрған сияқты. Сәл ғана қазір жетпей тұр. Көтеретін жігіттер тұр. Қазір жоғары көтерілсе, онда бір жазу шығады жар астынан. Не дейді? Не? Чемпион атанды, 1-1 есеп. Қажетті нәтижеге қол жеткізді. Қайрат командасын құттықтап жатыр міне. Жеңіс құтты болсын. Қайрат чемпион атанып отыр. 2 дүркін қатарынан. Сонымен достар, Қайрат чемпион, 2 дүркін Қазақстан чемпион атанып отыр. Келесі жылы тағы да Еврокубокте Чемпиондар лигасында ел намысын қорғайды. Дастан Сатпаев Қайратқа чемпионға алып келді. Бүкіл команданың еңбегі Астанамен соңғы турда тең нәтиже тіркеді. Бұл тең нәтиже чемпион болуға жеткілікті болды. Барша Қайрат жанкүйерлерін осындай чемпиондықпен, жеңіспен құттықтаймыз. Керемет атмосфера, керемет ойын, сөз жоқ. Алдағы Чемпиондар лигасындағы ойында Қайратқа сәттілік тілейміз. Ал Астана Еврокубокте келесі жылы өнер көрсетеді, бірақ Чемпиондар лигасында емес. Енді бұл команда алдағы маусымға дайындалады. Қайрат тағы да чемпиондық құтты болсын.